Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында жасалатын, биік, жұмсақ болып шығатын шарлотканы әзірлейміз. Алдымен 3 жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап миксермен 5-6 минуттай шайқап аламыз. Біздің массамыздың көлемі 2 есеге ұлғайып, жұмыртқалы массамыз әппақ болуы қажет. Жұмыртқаны неғұрлым көп шайқасаңыз, соғұрлым сіздің бисквитіңіз биік болып шығады. Мінекей осылай түсін өзгерткеннен кейін, келесі кезекте бөлме температурасындағы тұрған сары майды, ұнды, қопсытқышты қосып, миксердің бірінші баяу жылдамдығынан бастап, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз өте қою болып шығады. Мінекей келесі кезекте тоңазытқыштан алынған сүтті қосып, тағы да араластырамыз. Осы кезден бастап пешімізді 180 градуста жаймендеп қыздырып бастаймыз. 2 алманы аламыз, бір алманы 4 бұрышты етіп тураймыз, ал екіншісінде турап қоямыз, оның біз бетін әрлеу үшін пайдаланамыз. Мінекей 4 бұрышты етіп туралған алманы қосып, жақсылап араластырамыз. Алманың көп болғанын қаласаңыз, 2-3 алмадан қосуға болады. Форманың диаметрі 20 см болатын осындай формаға біздің начинкамызды құйып, енді бетін осылай гүл тәріздес етіп әрлейтін боламыз. Қыздар, менде форманың диаметрі 20 см, ал егерде сіздікі 23-26 болса, онда бұл құрамнан тағы да жарты құрамды қосып, 1,5 есесінде жасайтын боламыз. Сол кезде сіздің шарлоткаңыз өте биік болып шығады. Шарлотканың бетіне мен бүгін штрезельді қостым, бірақ та штрезельді сеппесеңіз де болады. Жасалу жолы оңай. 30 грамм сары майға қантты, 60 грамм ұнды қосып, жақсылатып осылай ұнтақтатып аламыз. Одан кейін барлық пирогтың бетіне осылай әдемілетіп, сеуіп шығатын боламыз. Дайын болған шарлотканы 180 градуста 30-35 минут беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сонымен қатар достар, менің каналымда әртүрлі тәтті тағамдардың, салаттардың, самсалардың рецептері бар. Ол үшін каналыма тіркеліп, қарап көрсеңіздер болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте биік, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.